тиісті ескертулерді құлаққағысты жасапты. Тамырлан Саралапов және Елжан Гасанов арасындағы осы найза 68-дің ең бір айтылы текетіресі басталды. Бірінші раунд. Необычайно спокойный Эльжан Гасанов. Перед этим боем Саралапов занимает центр клетки. Продолжает охоту за соперником. Ни одного удара мы на старте поединка пока не увидели. Но это, что называется, затишье перед бурей. Саралапов присматривается, ищет возможность. Гасанов постоянно меняет направление. Первая попытка. Екі жауынгерде кез келген уақытта айқастың қандай өте жойқын Саралапов тепкенін теректей кесіп түсіретін ұрғаны құлататындай өте бір жойқын дайындықпен шыққан сыңайлы. Гасанов қандай жауап қатады? Тағы да ұмтылы Саралапов. Сол қолмен Гасановтың қорғанысын бір тексеріп көрді. Бірінші нөмірде қазір Саралапов қимылдауда. Гасанов артқа шегіне жүріп, әзірге өзінің қашықтығын өлшеуде. Ну, мне кажется, это дистанция, которая абсолютно некомфортна Эльжану Гасанову, но это он обходит и дальше левый боковой. Саралапов впервые прочувствовал удар Эльжана Гасанова. Ну, а в принципе, Саралапов с такой дистанции может расстреливать ноги соперника. Мощнейший, буквально дроп-шоты. Саралапова. Гасанов дождался ошибки, сблизился и пытается перевести соперника. Гасановтың бұл мүмкіндігі әзірге сәтсіз ұмтылса. Саралапов еш қиындықсыз екі аяқта нық тұр. Енді өзін партерге қарай жайғастыруға ұмтылған Гасановтың қимылдарына тосқауыл қояды. Работает по бедрам Гасанов. Саралапов огрызается в этот момент, но пока нет серьезной угрозы для него. Гасанов работает по корпусу, колено от Саралапова неприятное. Гасанов не может развить успех и как-то перевести соперника. Соққылар енді Саралапов үшін аса бір мазасын ала қоятын соққы деп айта қоймаймыз. Дегенмен Гасанов қандай шылтақпен так долго готовил Саралапов. Гасановтан да жауап лезде берілді, бірақ дәл тиген жоқ. Жанай тиді. Да, возникло покраснение серьезное у Эльжана Гасанова. Вы сами можете его видеть сейчас. Қазір Саралапов. Район лопатки, и он поднимает Саралапов. Но нет, все равно находит это сцепление с канвасом. Саралапов, но все равно Гасанов на фоне большого соперника. Гасанов неліктен қарсыласты партерге атты бұруға соншалықты құмартып тұрғандығын әрине күреске қарай тартып Саралаповтың осы тік тұрып төбелесудегі қауіптілігін төмендету мақсат осы. Саралапов аяқта жеңі, тағы да Гасанов қателікті дер кезінде ұстады, бірақ жібере сал шылтақпен. На ближней дистанции разрываются и да, потом опять. Айқастың динамикасы бір сәтте баяуласа, бір сәтте лезде, көзілеспе жылдамдықпен соққылар. Вы сами можете слышать, как заряжает Саралапов. Гасановтың сол жақ. И может на удушение даже выйти, но нет, здесь все-таки есть люфт, есть шанс у Гасанова, но он его все равно стягивает. А дальше, да, Гасанов высвобождает свою голову. Колено Саралапова. Не удаются переводы Гасанову, и в момент вот таких затяжных стыков, когда уже и Саралапов подключает ноги, Гасанов много энергии тратит. Жаңа Саралапов жасаған аяқпен жасаған соққы. Қараңыздар, Гасановтың қабырғасы тұсында қызарып шыға келген бірден. Ну, у него уже сечка под левым глазом, серьезно у Гасанова. Саралапов удар с разворота. Но и он тоже подустал.
Саралапов қанның дәрін сезген жыртқыштай қазір сәт сайын Гасановты тықсырып жіберді. Есть перевод. Саралапов. Бар енді қандай жауап соққыларда бағыттауға кірісті. Через руку работает сейчас Саралапов Гасанов. және раунд аяқталды әзірге. Енді раунд соңында шынында Гасановтың біраз өзіне сұрақ қоятындай әрі секунданттар үшін ойсырап қалған стратегияның орнын қалай толтырамыз деген сұрақтың жауабын іздеу керек сияқты. Өйткені Саралапов ешқандай міне осы соққы айқастың бір сюжетін лезде өршелендіре түсті. Ну, немного равновесие просто потерял. То есть пытался отпрыгнуть Гасанов, и его в этот момент поймал. То есть на движении поймал Саралапов. Дальше пару раз он осуществлял подхват после ударов Саралапова. То есть неплохо Гасанов, наверное, и его штаб изучили соперника, но не хватает где-то вот этой техники для перевода. Және де біз Саралаповтың қорғанысын айта кетуіміз керек. Яғни тейдаунға қарсы пайдаланып жатқан әдістері Саралаповтың бұл раундта толыққан жүзеге асты. Ал енді Гасанов үшін қазір қандай күрделі үзілістер қажет? Міне осы қызық. Ну, пока, конечно, учитывая, наверное, и статистику, но самое главное, и то, что в целом на протяжении всего первого раунда давил Саралапов, 5-минутка уходит в его актив, скорее всего. Гасанов, посмотрим. Жану нужно вносить коррективы в свой геймплан. Қараңыздаршы, Гасановтың бет жүзін екі көздің асты қанталады, ісіп шыға келді. Одан кейін оң және сол жақ қабырға бірден қызарып сала берді. Қабырғаның тұсы. Бұл Саралапов жасаған соққылардың нәтижесі. Сразу отступает Гасанов, продолжает давить Саралапов. Опять лоу, на оверхенд заряжается Гасанов, пытался поймать опять на встречном движении оппонента, это ему не удается. Гасанов Саралапов жасап жатқан шабуылдың өтінде, яғни сол жолда жиі қалып қоюда. Бұл енді қазір шеңбер сызып бір жаққа қарай ойысып жүрген Гасанов шындығында өзіне оңтайлы қашықтықты да, өзіне оңтайлы тұсты да таба алмай жүр. Міне Саралапов сәт сайын қысымды одан сайын күшейтуде. Сам просил этот бой Эрджан Гасанов, несколько раз бросал вызов Тамерлану Саралапову. Вот. Осы жылы сәуір айында өту керек еді бұл жекпе-жек. Да. Бірақ осы Гасанов тарапынан бұл жекпе-жекке жағы Саралапов! Как поймал только что Гасанов! Саралапов провалился, явно потерял концентрацию. Дальше перехватывает инициативу, сжимает Гасанов соперника, но колено Саралапова не доходит до цели. Саралаповтың бетіне қарасаңыз, жанарында бағанақ жалындап тұрған оттан дым қалмағандай. Ну, проспал, он просто поверил в собственное превосходство. Көз жазып қалды Саралапов. Бағанан бері Гасановтың дайындап жүрген зеңбіректің оғындай соққысы осы екен. Будет попытка, да, такая? Да, колени по корпусу Тамерлана Саралапова. Әдем апперкотпен жанай ұрды. Бірақ аса бір жойқын бола қойған жоқ бұл соққысы. Тіземен. Опять подхват! Міне осындай жоғарғы деңгейдегі айқас дәл осындай болады, ардақты жанкүйерлер. Гасанов қазір басын бұққан қалпы, артқа шегіне жүріп, бағанағындай. Енді Саралапов күреске қарай тартып көрді, және енді бар бақылау патерге жайғастырды. Саралапов қарсыласын, бірақ аяққа еш қиындықсыз тұрып кету керек Гасанов. Да, будет отбивать бедра по задней поверхности, наносит удары. Саралапов вновь стягивает соперника, ему нужно. Бағанағы ауыр соққыдан кейін біраз ес жинап алу керек. Гасанов твердо стоит на ногах, безусловно. Но в борьбе он хорош. И он такое ощущение, как будто бы устал, будто отбился 4 раунда Эрджан Гасанов.
Гасановтың жалпы аяқ алысы Развернулся. сондай өзі. Есть локоть, есть локти Погнал! от него. Сарлапов уже просто уходит, прячет голову, выходит за спину. Здесь Шантапен. локти, ну такие тайские, мощные локти, неприятные от Тамерлана Саралапова. Шынында қанжардай тіл өтетін соққылар шынтақпен жасаған. Саралапов Есть хайкик, дальше сближается Гасанов. игілік соққы тағы да Началась өтті. охота от Саралапова. Тамаша комбинация Гасанов қазір. вышел за спину, нет. Как же хорош Саралапов. Мынандай соққыларды көрмегенде арманда. Тіке соққы оң қолымен. Саралапов бара-бара дәлдігін одан сайын көтере түсуде. Соққылардың ауырлығы да жойқын. Саралапов сам загоняет себя в сложную ситуацию. Отдает удушающий, кричит Жасулан Акимжан в этот момент. Шығып кетті Саралапов бұл қапастан. Қазір енді Гасановтың аяққа өтсем деген ұмтылысына тосқауыл қойып көреді. Тағы да астынан соққыдар үлгеріп жатыр Саралапов. Как Бағанағы. пытается изловчиться, и даже здесь Саралапов набрасывает удары. Саралаповтың бағанаға екі соққысы қандай Гасановты бір теңселтіп алған болатын. Содан міне Елжан қазір жанарында қуаты тайғандай аздап басын бұққан қалпы тек тыныстап демалып алуды көздейді. 15 секунд до конца. В этот момент судья принимает решение, что нужно вернуть в стойку бойцов. Гасанов устал. Ох, как перехватывает сейчас Саралапов. Я могу представить, что на судейских записках сейчас будет 1-1, учитывая то, что был нокдаун от Гасанова. И все-таки не было контроля от Саралапова после тейкдауна. Бақылау болмады дегенмен жаңағы тек тұрып та Саралапов жасаған соққыдан кейін Гасанов міне қараңдаршы, иықтың астынан қандай бір мергендік бұл. Да, Сезімталдық. Хочется посмотреть еще раз на повтор этого момента. Но, конечно, ударов, понятно, от Саралапова было больше. Бірақ Саралапов қарап қалған жоқ, есесін жақсылап тұрып қайтарды қазір. Осы бір сәтте, яғни екі соққы. Только посмотрите, здесь какая комбинация, да, левый, то есть хайкик и правый прямой тут же. Да, 15 секунд контроля, 18 на 10 по значимым ударам, но вот это уже смущает. Яғни Саралаповтың айқасу мәнеріне қарап, жалпы соққыларды бағыттау көрсеткіші бойынша, дәлдігі бойынша жан-жақты дамыған спортшы екендігін көре алудамыз. Енді Гасановтың мықтылығына сөз жоқ, бірақ ол тұста шындығында дәлдеу болды. Хочется интриги просто. И вот Саралапов в этот момент демонстративно встает. То есть время еще не закончилось, а он уже стоит над душой буквально у Эльжана Гасанова. Смотрите. Психологиялық шабуылдың бірі сияқты. Гасанов по-любому бороться готов был в этот момент. Тағы шақтасты. Это просто ММА, говорит Гасанов. Кетпейді. Ничего личного. Поехали. Третий раунд на XA68. Мейн-ивент. Один из, точнее. Да, Гасанов және Саралапов жекпе-жегі бүгін кештің басты айқасының сөзсіз біріне айналды. Қанша адам күтті, қанша жанкүйер асыға тағатсызына тосты бұл айқаста. Міне жауап, қандай тамаша! 4 соққыдан тұратын комбинация. Ең соңында. Нет, мощно, серийно Саралапов работает. Гасанов, я не знаю, просто нет бензобак пуст, по-моему, у него. Да, уже колени пошли в голову. Во все области. Отсюда можно забивать. Арбат жанкүйерлер. Гасанов екі қолан екі жаққа жазған қалпы. Бұл айқастың не үшін тоқтаттыңдар деген сауалды жүзімен ғана 8 бұрыштың ортасында тұр, ал Саралапов өз жеңісіне сенімді. Шындығында раунд басталғаннан 15-20 шақты соққыға Гасанов бір соққымен де жауап қата алмады. Және менің ойымша төреші
әділ дұрыс шешім жасады. Енді реванш керек сияқты бұл айқасқа. Я не знаю, нужен ли реванш, но я уверен, что это была правильная остановка от арбитра. Но опять Саралапов. И уже никакого сопротивления со стороны Гасанова просто не было. Он провел достойный бой. Однако победа на стороне Тамерлана Саралапова. Міне қазір енді жекпе-жектен кейінгі әсерімен де бөлісіп үлгеріп жатыр Тамерлан Саралапов. Арақ жанкүйерлер, шынында біз өте бір жоғарғы деңгейдегі айқасты тамашаладық. Бұл спорттық бәсеке. Бұл айқастан кейін екеуінің бір-біріне деген құрметті. Әркез осындай болу керек. Жауынгерлердің бір-біріне деген құрметі. Гасановтың қандай да болса Dear ladies and gentlemen, referee Manaf Kaptiv hold this in 51 seconds of round number 3. Winner by TKO, fighter of the blue corner, Tamerlan